мектеп ашу идеясы менде сонау студент кезде пайда болды. Ең алғаш 3-ші курс кезде мен жұмыс жасай бастадым. Сол кезде курсқа жұмысқа тұрдым, 3-ші курста. Сол кезде мен де осылай мектеп ашамын, мен де осылай курс ашамын деген ой пайда болды да, әлі жаңа қатты ол кезде мақсат емес, сондай бір ниет пайда болды. И сол кезде мен жайлап уже сол кезде жинай бастадым. Өзіме ұнаған құнды кітаптарды, кітапханадан ұнаған ақпараттарды, немесе жаңағыдай сөздіктерді, немесе бір фразаларды, картинкаларды, даже Google'дан қарап отырып ұнаған картинкаларды жинайтынмын. Сол бастапқы айда бакалаврға дейін менде қор жинау басталды да, бір 2016 жыл жұмыс жасадым. Содан бір 17-18-ге дейін 2 жылдай қор жинадым, білім жинадым, одан кейін білімімді толықтырдым, дипломымды алғаннан кейін тағы да грантқа түстім 2017 жылы. Содан Экспо 2017 Астана халықаралық көрмесінде тағы да жұмыс жасадым, ол жақта гид-переводчик болдым. Сонымен ол жақта да шетелдік компаниялармен жұмыс жасау, қалай басқару, қалай үлкен поток адамдармен жұмыс жасау, оларды жаңа ағылшынша түсіндіру, жол көрсету, солардың барлығы маған опыт болып, жаңа experience болып жинала берді да. Солай мен қор жинадым. Одан кейін 2017 жылы бакалаврға түскен кезде мен уже нақты сеніммен уже кәдімгідей мақсат пайда болды да, план пайда болды. И солай степ бай степ келдім. Одан кейін 2020 жылы бізде диплом қорғау еді. Сол диплом қорғауға дейін негізі степ бай стептің теориялық жағы 70 бет ағылшын тілінде 2019 жылдың 20-шы наурызында жазып аяқтағанмын. Ол жаңағы авторлық куәлігімде де тұр сол дата. Оған дейін бірақ негізі мен 2 жыл бастадым. Сонда 2017 жылы мен қолға алып кәдімгі ғылыми түрде жаза бастадым да. Оған дейін мен ақпарат морально жинадым, өзіме білім құйдым да. Сосын 2019 жылы солай аяқтап біттім. 20-шы жылы мен дипломдық жобам болатын Through Situational Cases Teaching English деген соны қорғадым. Сол степ-бай-стептің теориялық жағы солай қалыптасты. Одан кейін 2022 жылы Астанада Мәңгілік ел 57-ада ұлттық зияткерлік меншік институтында жеке патентімді алдым. Авторлық, кәдімгі жеке оқыту. Солай идеясы басталғанда, содан басталды, бірақ именно Алматыда мен сол кез әлі есімде өзім общежитиеда тұрам. Сосын сол кезде әлі қатты курс деген, онлайн курс деген дамымаған. Бұлай қарайсын да, бір-екі адам болатын, енді не үйретіп жүр мыналар сонда, мыналардың курстары өтірік қой, көрсетейінші мен сендерге курс қандай болатынын деп соларға жыным келіп, мынандай болады, міне мынандай кезде дұрыс нәтиже шығады деп бастап кеткен болатынмын. Сол кезде тағы да мен сосын тағы да бір септігі тигізген, мен көбінесе мектепте, басқа жақтарда, мемлекеттік мекемелерде емес, именно осындай курстың системасында, оқыту орталықтарында, ағылшын тілі, тіл мектептерінде жұмыс жасағанның көп пайдасы болды да, мен уже ішкі кухняны түсіне бастадым. Сол кезден бастап уже желаниям қажет екенін, осыны мен ашу керек екенмін деген ой күннен-күнге ұлғая берді. Бастапқы кезде, ең алғаш инфобизнестің курсын ашқан кезде, ең басында менде мынандай болды. Ең жаңағы курсты бастаған кезде бір телеграмма деймін, сол кезде телеграмнан реклама жасап жіберем. Осыдан болса болды, өтсе өтті, әйтпесе мен жүргізбеймін деген ой болды. Сосын ұйықтайын, келесі күні ашсам, уже 2-3 ағылшын тілі мұғалімі жазады, мен сізден оқығым келеді деп. Содан басталып кетті. Сол қиындықтар, сол барлығы, бүкіл команда өзің боласың ғой. Сен презентацияны жасайтын да өзің, сату маманы да өзің, бухгалтер де өзің, ассистент те өзің, директор да өзің. Сол қиындықтар болған шығар. Одан кейін маркетинг жағы. 2020 жылы мен бизнес мектепті оқығанша
сондай қиындықтар болды да, не істеймін, не болады, ары қарай қайда барам деген сияқты. Менде белгілі бір ментор болған жоқ, мен өз дамуым бойынша былай кете бердім. Бірақ сол ырғақпен өзі реттеліп кетеді екен. Сол диплом алған жылы бизнес мектепке оқуға бардым, содан ары қарай сол қиындықтар әр сәтте бола береді. Ол бастапқы кезде қиындықтар, ал бизнес мектепте оқыған кезде жаңағыдай продюсерлермен жұмыс жасаймыз ғой енді. Сол продюсерлердің лақтырып кеткен кездері болды. Қаншама депрессияда, мысалы сенде 2 аптадан кейін жаңағыдай не болады, эфир болады, оған адамдар дайын, 15-20 адамдай ақшасын төлеп қойған, а сенде продюсер лақтырып кетеді. Сол кезде мен 2-3 күн не істерімді білмей жылап жатқан кезім бар. Сол кезде досым көмектескен, Бақытжан. Рахмет, әлі де соған. Сол кезде айтқан, сен осы күйімнен қазір осылай переживаешь, 5-6 жыл тоқтамай жұмыс жасасаң, 5-6 жылдан кейін білдей Қазақстанға танымал кәсіпкер боласың ғой, сен молодец деп солай көңілдік беріп, сол жаңағы проектімді өзінің командасына от души көмектесіп істеп берген. Сондай Алматыдағы достарым қолдаған. Сондай қиындықтар, ол қиындық болмаса бизнесте жүрмейді. Ол қазіргі күнде де айтылатын, айтылмайтын өте көп қиындықтар қатар жүреді. Қызығы мен жыжығы бірге жүреді деген сияқты. Ең жаңағы есіме түскені сол екен. Продюсер лақтырып кетеді, немесе командада сондай, или отдел продаж дайын лидтерді жасай алмайды, өлтіріп алады, немесе дұрыс емес ақпарат береді деген сияқты. Немесе сосын тағы қандай қиындықтар болды. Эфирдің кездерінде сондай қиындықтар болды, андай бір үзіліп қалады. Ол кезде жаңағы программист қасында отыру керек. Бір кезде эфир 2-ге бөлініп қалды. Соның өзінде біз миллион продажа жасадық та. Қарашоқыда сол кезде менде ғалым Еркебұлан деген көмекшілерім болатын. Солар сүйемелдеп жақсы алып шыққанбыз. Мектеп ашылғалы бері менде ашылды деп оны сезініп, 2019 жылдың 20 наурызында ашылды ғой негізі. Сол кезде аяқтап жазып біттім. Одан кейін 20 жылы кәдімгідей бизнес мектепті оқып бастадым. Көп біз этаптардан өттік. Ең басында YouTube-қа ғана былай өзім видеоға түсіріп солай жасағанмын. Одан кейін WhatsApp группаларда жасадық. Содан кейін продюсерлермен жұмыс жасау керек екенін білдік та, сосын платформаға көштік. Платформаға көшкенде жаңағыдай более элитный дейді ғой, сондай варианттарға өте бастадық. Кішкене жаңағы классикалық, базовый бизнесте болатын, инфобизнестің заттарында болатындай дәрежеге өсе бастадық. Қазір команда бар, шүкір, платформа бар, өзіміздің логотипіміз қалыптасты. Және де әдемі видео сабақтарға карантиннің кезінде қой деймісін 2020-да қайтадан түсіргенбіз. Ең алғаш 2019-дан 2020-ға дейін бір этап болды да, 20-дан дальше екінші этапқа көшкенбіз. Одан кейін сол логотиптен кейін біз тағы да ребрендинг жасап жатырмыз. Осыдан бір-екі ай бұрын, 2026-ның қаңтарынан бастап жариялаймыз. Логотипімізге сәл өзгерістер және креатив қостық. Классикалық тұрғыдан кішкене басқаша бір қызықтырақ, әдемі стильге ауыстық. Жақын арада сіздерге көрсетемін, таныстырамыз, қалай біздің логотиптің бірге дамығандары барлығын. Ең алғашында сол логотипті мен өзім сызғанмын. Одан кейін Алматыда кластасым көмектесті. Соны жаңағы дизайн кәдімгі PNG форматына салып, солай дамып келе жатыр, жылдан жылға тоқтамай ребрендинг жасап. Сондай. Неліктен ағылшын тілі? Ең басындағы менің ағылшын тілі, ол менің жан дүниемнің тілі да. Мен өзімнің кейде санам ағылшынша ойланады, жаным ағылшынша. Мен өзім қазақ болғанмен, кейде мен айтып жатам, өзім қазақпын, санам кейде орыс, а жаным ағылшын деген сияқты. Менің жаным, болмысым ағылшын. Соған жақын мектеп кезден мен сонау 4-5 сыныптан бастап олимпиадаға қатыса бастадым, бірнеше нелерге, жарыстарға қатыстым. Солай ағылшын маған жақсы. Оқытушылық жолында негізі басында мен аудармашы боламын деп ойлағанмын. Одан кейін сол колледжде аудармашы емес, оған грант бөлінбеді деп
ағылшын тілі мұғаліміне бар, сода да тура сол сөздіктерді жаттайсың деп солай келіп кеткем. Бірақ сонда да мен қатты қарсы емес едім ағылшын тілі мұғалімі боламын дегенге. Солай одан кейін оказывается переводчик болғым келеді деген гештальттарымды да жаптым да, оказывается мұғалім болудың өзі переводчик екен да. Сен кітаптың тілін студенттерге соны аударып түсіндірмес, солардың тіліне түсіндіріп бересің да, оның өзі переводчик екен, оказывается. Сол два в одном деп ойлаймын, одан кейін ешқандай өкінбеймін. Одан кейін ағылшын тілін білген адамға ол 100 есік ашылады да, басқа тілді білген адамға бір 10 есік ашылса, ағылшын тілін білген адамға 100 есік ашылады, мүмкіндіктер ашылады. Поэтому қазір әлемдегі жалғыз тіл ғой. Сондықтан менің шешіміме мен өзім қуаныштымын, ешқандай өкініш жоқ, ата-анам таңдап берген жоқ, өзімнің таңдаған мамандығым. Әрине барлығын тастаған келген сәттер өте көп болады, өйткені бизнес болғаннан кейін, жеке кәсіпкер болғаннан кейін сен өзің бәрін жақсылықты да, жамандықты да жеке өзің тартасың да, оның ауыртпашылықтары, қаншама стрессті түндер, немесе таңғы 4-ке дейін сен жұмыс жасағандарың, кейбір кезде сондай шаршаған кезде студенттерім, шәкірттерімнің отзывтары, кері байланыстары, рахмет сізге, мен осындай жетістікке жеттім. Мен көбінесе ағылшын тілі мұғалімдерін оқытқасын, зарплатамды 25-тен 50-ге дейін көтердім, рахмет сізге Хатира ханым деген кезде, мен жалғыз емес екенмін ғой, осынша бір шырақты, шамды жаққан екенмін ғой деп қайтадан өзімді жинап аламын. Пенде болғасын, ол ондай сынатын кездер болады. Бірақ өзіңді бұлай жайып жібермеу керек та, тез жинап алу керек. Мен үшін оқушыларыма, шәкірттеріне беретін ең басты құндылық тілді түсіну және нені үйреніп атқанын түсіну да. Ағылшын тілі, барлығы ойлайды, ағылшын тілі үйрену ол жай ғана бір ағылшын деп. Жоқ, ағылшын тілінің өзі бірнеше салаларға, бірнеше сатыларға да ең басты құндылық мақсатты дұрыс таңдау керек. Егер саған шетелге кету керек па, значит саған IELTS керек. Егер маған разговорный керек деген сияқты әртүрлі осындай мақсаттарды дұрыс анықтай білген. Біздің степ-бай-степ мектептің басқа курстардан ерекшелігі, біз интенсивті үйретеміз, және де жеке индивидуально дейміз ғой, сол ерекшелігі, ал ең басты ерекшелігі біз ситуациялық кейс арқылы үйретеміз. Жай ғана мысалы степ-бай-степ, жаңағы present simple осыны осы кезде білу керексіңдер, или present continuous'ты білу керексіңдер, 12 шақты білу керексіңдер деп мектепте үйреткенде емес, біз именно осы ситуацияда present simple мен сөйлеймін, ал мынау ситуацияда мына шақпен сөйле деп айтамыз да. Сонда барлық шақтың қолданылу ситуациясын білген кезде сізге уже сөйлеу проблема болмай қалады. Вот соны білмейді да, барлығы жаңағы формуланың барлығын жаттай беретін. Жоқ, наоборот, именно қай ситуацияда сен дұрыс, грамотно сөйлей алуды қысқа нұсқа, сол 3-ақ формула деп айтамын ғой, сол 3 формуланы ұстанып біз үйретеміз. Сол үшін 21 күнде бір деңгейді аяқтауды біз дәлелдеп патент алғанымыз. Содан Әділет министрлігінің қолдауымен өзі солай нәтиже шыққаннан кейін 3000 шәкірт біз дәлелдеп көрсеткеннен кейін осы 21 күнде бір деңгейді аяқтау мүмкін екендігіне бізге сенімді патент беріп отыр. Сол біздің ерекшелік. Оқушыларым жетістігінен ең қатты мақтанатыным осы өткенде болды. Мен мұғалімдерге арналған, бұл ағылшын тілінен бөлек, менде мұғалімдерге арналған ағылшын тілі мұғалімдеріне методикалық курсым бар да. Сол кездегі сезім, менің шәкірттерім ғой енді мұғалімдер, шәкірттерімнің шәкірттері менің тапсырмаларымды орындап нәтиже көрініп жатқан, уже келесі этапта сол маған өте көп мотивация берді. Бұрын тек қана менің шәкірттерім болса, енді менің шәкірттерімнің шәкірттері уже нәтиже шығара бастады да, сол маған өте көп күш берді, энергия берді, шабыт берді. Менің дұрыс жолда келе жатқанымды тағы да бір рет дәлелдеді. Осымен қысқаша сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Көп актуалды сұрақтарға степ-бай-степ ары қарай дамый берсін, ал менің шәкірттерімнің зейіндері ашылсын деген тілекпен аяқтайын. Степ-бай-степ, қадамнан қадамға бәрі оңай.